Мұхтар Омарханұлы Әуезов 1897 жылы 28 қыркүйекте қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында дүниеге келіп, 1961 жылы 27 маусымда Мәскеуде қайтыс болады. Үйегі Алматы қаласында жерленген. Мұхтар атасы Әуез бен әжесі Дінасылдың тәрбиесінде өскен. Ауыл мектебінен сауатын ашқан Мұхтар 1908 жылы Семейдегі Камалиддин Хазрет медресесінде, кейін орыс мектебінің дайындық курсында оқиды. 1910-1915 жылдары Семейдегі 5 сыныптық орыс қазына училищесінде оқиды. Оның соңғы жылында Дауыл атты алғашқы шығармасын жазады. Сол жылы Семей қалалық мұғалімдер семинариясына түсіп, оны 1919 жылы бітіреді. Семинарияда оқып жүріп, Шәкәрім Құдайбердіұлының Жолсыз жаза дастанының негізінде Еңлік кебек пьесасын жазып, 1917 жылы маусым айында Ойқұдық деген жерде сахнаға шығарады. 1922 жылы күзде Ташкенттегі Орта Азия мемлекеттік университетіне тыңдаушы болып оқуға түсіп, сонда Шолпан және Сана журналдарында жұмыс істейді. 1923 жылы Ленинград мемлекеттік университетіне, 1928 жылы Ташкенттегі Орта Азия мемлекеттік университетінің аспирантурасына түсіп, білімін жалғастырады. 1932 жылдан өмірінің соңына дейін Қазақ педагогикалық институты, Қазақ мемлекеттік университеті, Мәскеу мемлекеттік университеті сияқты ірі жоғары оқу орындарында ұстаздық қызмет ете жүріп, әдеби және ғылыми шығармашылық жұмыстармен қатар айналысады. Әуезов жазушы Аймауытовпен бірлесіп, Семейде Абай журналын шығаруға қатысады. Жазушының Қорғансыздың күні, қыр суреттері, қыр әңгімелері, үйлену, оқыған азамат, кім кінәлі, кінәмшіл бой жеткен, қаралы сұлу, тағы басқа әңгімелері, Қараш-Қараш оқиғасы повесі, Қилы заман романы мен әлем әдебиетінің озық үлгісіне айналған Абай жолы роман эпопеясы, Хан Кене, Сын сағатта, Намыс гвардиясы, тағы басқа пьесалары бар. Қазақ жазушылар арасында әлем халықтары тілінде ең көп басылым көргенді, танымалы да Мұхтар Әуезов шығармалары. Жазушы 1949 жылы Абай романы үшін бірінші дәрежелі Сталиндік сыйлықпен, 1956 жылы Еңбек Қызыл ту орденімен, 1957 жылы Ленин орденімен марапатталған.